Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы натурал сан және ноль саны. Натурал сан дегеніміз санауда қолданылатын сандар. Яғни біз санау барысында қандай сандарды қолданамыз, сол сандарды біз натурал сандар дейміз. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни бізде сандар ол шексіз кете береді. Нақты санның шегі жоқ. Сондықтан натурал санның да нақты шегі жоқ, ол да шексіз кете береді. Міне. Бұл сандарды біз натурал сандар дейміз. Натурал сандарды әрбір натурал саннан кейін бірге артық натурал сан тұрады. Мысалы 5-тен кейін бірге артық 6 тұрады. 6-дан кейін бірге артық 7 тұрады. Яғни натурал сандардың тізбегі бойынша өз суретіме жазғанда осылай жаздым. Негізі натурал сандар 11-ге дейін ғана емес. Мысалы кез келген 1263. Міне бұл да натурал сан. Біз 1263, 1264 деген сияқты заттарды санауымыз мүмкін ғой. Сол кезде қолданылады. Яғни бұл санауда қолданылатын сан болғандықтан, мысалы тағы да жазайын, 65142. Міне бұл да натурал сан. Біз кез келген заттарды санаған кезде 65142, 65143 деп санаймыз ғой. Сол осы сандар барлығы натурал сандары болып табылады. Натурал сандарды біз арафтың цифрларымен жазамыз. Мысалы, қандай цифрлар бар? Сан мен цифрдың айырмашылығын біліп алайық. 9. Барлығы бізде 10 цифр санаған кезде. Бұдан басқа цифр жоқ. Бізде 10 цифр бар. Осы 10 цифрды қолданып, біз барлық натурал сандарды жазамыз. Мысал ретінде айтайын. Мына жерде 1 мен 2-ні алатын болсақ, 12 деген сан шықты, көрдіңіздер ме? 1 мен 2 деген цифрдан тұрады. Тағы да мына жақтан алайық, 578. 578 деген 8 деген цифрдан құралатын сан шықты, натурал сан шықты, көрдіңіздер ме? Дәл солай, мысалы 809 деген, міне 8, 0 және 9 деген 3 цифрды қолданып, мен тағы да натурал сан жаздым. Яғни біз араф цифрларын пайдаланып натурал сандарды жаза аламыз. Енді натурал сандарды біз латынның үлкен n деген әрпімен белгілейміз. Ең кіші натурал сан ол бізде 1. Яғни біз кез келген затты санаған кезде 1-ден бастаймыз ғой. Сондықтан 1 бізде ең кіші натурал сан болып табылады. Ал ең үлкен натурал сан ол шексіз. Өйткені біздің санның шегі жоқ. Сондықтан бізде математикада мынау шексіздіктің белгісі. Бұл ең үлкен деп жазып қояйын, енді нақты айтылмайды. Өйткені сандар бізде шексіз көп. Ең үлкен натурал сан. Енді 0 деген санды алайық. Бұл бізде натурал санға жатпайды. Себебі біз 0 деп санамаймыз ғой заттарды. Сондықтан натурал санға жатпайды. Бұны біз математикалық түрде белгілеп жазайық. Мысалы, мынау белгі бізде тиісті деген белгі да. Былай. Натурал санның белгісі n. Міне 0 тиісті n болып қалды. Бізге 0 натурал санға жатпайды. Сондықтан тиісті деген белгінің үстінен бір сызып өтеміз. Сонда 0 натурал санға тиісті емес, яғни натурал сан емес деген мағынаны білдіреді. Көп таңбалы натурал сандарды біз разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаза аламыз. Енді біз ол үшін сандарды оқылуына тоқталып өтейік. Енді мысалы 4-дан кейін 21. Міне. Мына сандардың оқылуын қарайық. Мысалы, мына жерде 4 деген тұр. 4 қанша цифрдан тұр? Bir ғана цифрдан тұр. Сондықтан бұны бірлік дейді. Яғни 4 бірлік. Мына жерде 2 цифрдан тұрма, онда оны біз ондық дейміз. Ондық. Егер 3 цифрдан тұрса, бізде ол жүздік болады. Тағы да мына жерде мыңдық.
мыңдық, иә, сол сияқты 10 мыңдық, 100 мыңдық деп жазылады, иә. Осы сандардың құрамындағы цифрына қарай біз білеміз. Мысалы, бір саннан тұрса бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық, 100 мыңдық. Яғни 10 есеге артып отыр ғой әрқайсысы, байқасаңыздар 10 есеге артып тұр. Енді біз разрядты қосылғыштарға жазбай тұрып сандарды класстарға бөліп алайық. Енді сіздерге былай түсіндірейін. Разрядты қосылғыштарды біз класстарға бөлеміз. Міне, бірінші бірліктер, сосын мыңдықтар, сосын миллиондықтар. Міне осылай бөлінеді. Одан кейін миллиардтықтар деген бар. Миллиардтықтар деп класстарға бөліне береді. Енді бізде әрбір класстардың өзі тағы да бөліктерге бөлінеді. Мысалы, мына жерге бір сандарды жазайық бірліктерге. 4, 21, 312. Мысалы, мына жерде 4 бірлік. Бір ғана цифрдан тұр, яғни бұл 4 бірлік бар. Мына жерде 2 цифрдан тұр, яғни ондық. 21 деген ондық. А мына жерде 3 цифрдан тұр, ол жүздікті білдіреді. Иә, 3 жүздік. Енді екінші мыңдықтарға жазайық. Мыңдықтар деген, яғни соңында 3 нөлі бар сан, иә. Мысалы, мына жерде 7 мың деп жазайын. Міне, мына саннан кейін 3 нөлі бар. Бұл санны біз, мына бірінші тұрған санымыз қанша цифрдан тұр? Бір ғана цифрдан тұр. Сондықтан бірлік, бұның аты бірлік, мыңдық болып табылады. Бірлік, мыңдық. Міне, бірінші тұрған, 3 нөлдің алдында тұрған сан бір ғана цифрдан тұрғандықтан бірлік болды. Енді екінші тұрған бір мысал мен санды жазайын. Мысалы, 23 мың дейін, міне. 3 нөлі бар, оның алдында 2 цифр тұр. Мынау мыңдыққа жатады, және алдында 2 цифрдан тұрса, міне, ондық. Яғни мыңдықтың ішіндегі ондық, мыңдық болады, иә? Мыңдық. Ондық, мыңдық. Енді дәл солай мына жақта жүздік, мыңдықты жазамыз қазір. Міне, мына 3 алдында, 0-дің алдында 3 цифрдан тұратынымыз бір санды жазайық. 412 мың 0-мен жаза салайын. Міне, 3-0 бұл мыңдыққа жатады. Алдында 3 цифр болса, ол жүздік, мыңдық болады. Бағана айтып өттік, мына жақта 3 саннан тұрса, жүздік болады. Яғни бұл мыңдықтың ішіндегі жүздік, мыңдығы. Міне осылай жаздық, иә? Міне бөліп тастайын. Мыңдықтардың соңында, яғни соңында 3 нөлі бар сандарды мыңдықтарға жатқызамыз. Яғни 3 нөлі бар. 3 нөлі бар. Бар деп қойын, енді бұл жақшаға алып жазып қойын, түсінікті болу үшін. Енді үшінші миллиондықтар, бізде миллион деген санда соңында 6 нөлі бар, иә? 6 нөлі бар. Мысалы ретінде тағы да жазайық мына жаққа. 8, тағы да 6 нөлін жазайын, иә? Міне 8 миллион. Мына жерде 6 нөлі бар, яғни миллиондықтардың классына кіреді, және алдында бір ғана цифр тұр. Міне бір ғана цифр, ол бізде бірлік. Яғни бұл бірлік миллиондық болып табылады. Бірлік миллиондық, қысқартып жазайын. Енді екінші, мына жерде мен 6 нөлдің алдында 2 таңбалы сан болсын. Мысалы 12, енді барлығында 0 болмауы мүмкін. Мысалы 613-те 985. Міне соңында 6 цифр, және алдында 2 таңбалы сан тұр. Мысалы, міне 2 таңбалы бізде ондық болады, бұл миллиондыққа кіреді. Міне арт жағынан санаған кезде 6 бар, алдында 2 ондық, миллиондық болады. Бұл уже ондық, миллиондық. Миллиондық. Одан кейін симай қалмасын, жүре отырайын. Тағы да бір үшіншісін жазайық. 345. Бір 0-мен жаза салайын. Миллиондық, иә? Міне. Арт жағынан санағанда 6 нөлі бар, и алдында 3
таңбалы саннан тұрады. Яғни бұл да миллиондыққа кіреді, бірақ қандай миллиондық? Яғни жүздік миллиондық болады. Жүздік миллиондық разрядтық қосылғыш. Міне, сіздерге түсінікті болды ма? Яғни бізде, жазбай қойын, дәл осылай болады. Разрядтық қосылғыштар класстарға бөлінеді. Бірліктер, мыңдықтар, миллиондықтар, миллиардтықтар солай кете береді. Енді бірліктердің өзі әр қайсысында 3 бөліктен тұрады. Яғни бірлік, ондық, жүздік бөлік. Яғни бұл бөліктерді біз разрядтар деп айтамыз. Мына бөлікті біз разрядтар дейміз. Разрядтар. Әрбір класстың өзінің 3 разрядтарынан тұрады. Мынау да 3 разряд. Мына жерде де разрядтан тұрады. Түсінікті ғой, иә? Барлығы класстардың бөліктері разрядтар деп аталады. Міне. Енді біз кез келген бір санды алып, разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазайық. Мысалы, міне осы сандарды біз қалай оқимыз? Оны біз осы разрядтық қосылғыштардың класстарын пайдаланып оқи аламыз да. Ол үшін, мысалы, мен жазуым керек. 3 деген арт жағынан бастаймыз. Негізі кез келген санның соңынан алдына солға қарай бір разрядтық класстарға бөлеміз. Мысалы, ең соңғы 3 деген сан, ол бізде, яғни бірлік. 3 бірлік бар. Енді 3 деген, екінші 43 едік, 3 бірлікті алып қойдық, енді қанша қалды? 40 қалды, е? Бұл 40 ондық бар. Өйткені 2 цифрдан тұрады, 2 таңбадан. Яғни ол ондық. Енді мына 43-ті алып тастадық. Енді мына жерде 643 болып тұр, е? 643-тің біз 43-ні алып тастадық, 600 қалады, е? 600 мен 3 таңбалы болса, жүздік болады бұл. Жүздік. Енді дәл солай, мына жерде уже 643-ті алып тастадық, 5 мыңдық қалады. 5 мыңдық деген, яғни бұл мыңдық, арт жағында сана 3 нөлі бар, и алдында бір таңбалы, міне. 3 нөлі бір таңбалы, бұл бізде бірлік мыңдық қой. Мынау мыңдық, и бір таңбалы болса, 3 нөлдің алдында. Онда ол бірлік мыңдық болады, е? Міне, бірлік мыңдық. Келесі, міне, 5643-ті алып тастағанда 70 мың, е? 70 мың. Бұл уже 3 нөлдің алдында 2 таңба болса, ондық мыңдық болады. Өйткені 3 таңба бізде мыңдықты білдірсе, мынау 2 таңба бізде ондықты білдіреді. Яғни бұл ондық мыңдық. Ондық мыңдық деген разряд. Мыңдық. Міне. Енді біз осы көп таңбалы натурал санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазаламыз. Яғни біз міне разрядтық қосылғыштарды осылай бөліп алдық, мына разрядтарға. Енді осыны жазайық. Міне 75643 жазатын болсақ, міне қанша мыңдық, 10 мыңдық бар, міне 70 мың қосу, 5 мыңдық бар, міне 5 мыңдық бар қосу, 600-дік бар, міне 600-дік қосу, мына жаққа жалғастырамын, қосу деп. Одан ондық бар, 4 ондық және бірлік бар, міне. Біз мына көп таңбалы санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаздық. Енді нақты тағы да нақтылай түсетін болсақ, онда бізде мына жерде қанша арға жалғастырамыз. Мысалы, мына жерде 10 мыңдықтың қаншауы бар деп тұр, е? 10 мыңдықтар деп тұрмыз ғой, оның қаншауы бар? Яғни 7-еуі бар. Міне 7 көбейту 10 мың. Міне. Одан кейін 5 мыңдықтың, яғни бірлік мыңдық қой, соның қаншауы бар дейді. Сонда 5-еуі бар, яғни мыңдықтың 5-еуі бар. Мыңдықтың, міне. Мыңды 5-еуі бар. Және қосынды түрінде астына жалғастырайық. Енді 600-дік бар, яғни жүздіктің қаншауы бар бізде? 6-ауы бар. Міне, 100-діктің 6-ауы бар, көбейтінді түрінде жазып отырмын. Қосу және 10-дықтың қаншауы бар? 4-еуі бар. Міне, 10-дықты
ондық деп тұр, қаншаға көбейтем? 40 болу үшін 4-еу бар, яғни бірлік өзі 3 па? 3, міне. Нақты біз 75643 деген санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде осылай жазамыз. Енді жаңағы жазған көп таңбалы натурал сандарды біз разрядтық қосылғыштарға осылай екі түрде жаза аламыз, жаңағыдай нақтылап жазған кезде мынандай разрядтық 10 мыңдық, мыңдық, жүздік, ондық деп, бірлік деп нақтылап жазғанда да осылай жаздық, Енді мен айтайын дегенім, мына жердегі мына тұрған разрядтық бірліктер туралы айтамын, және соған қатысты бір ережені айтып өтейін деп тұрмын. Енді бізде разрядтық бірліктер болып табылады осылар. Міне. Разрядтық бірліктер бізде разрядтық бірліктер ол мысалы 1, 10, 100 бұл бізде бірліктер класы болады, яғни бірліктер. Енді келесі 1000, 10 мың, 100 мыңдығы, бұл мыңдықтар класы. Мыңдықтар. Келесі 100 мыңдық. Енді миллиондық. Миллиондық. 10 миллиондық. 100 миллиондық. Міне. 10 миллиондық, 100 миллиондық. Міне, мынау миллиондық класы. Қысқартып жазайын. Класы, Разрядтық бірліктерді жазайын, Міне. 1, 10, 100, 1000, мысалы 10 мың, солай кете береді. Енді мен сіздерге ондық санау жүйесін түсіндірейін деп жатырмын да, ондық санау жүйесі. Енді мына жерде бір дегеннен, мысалы бірінші тұрған бірліктен мен 10-ын жазайын, міне 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сіздерге түсінікті болу үшін солай жазып жатырмын да. Яғни барлығы 10 жаздым. Енді екіншісінен де дәл солай 10-ын жазайын. 10-ын жаздым. Бұл барлығы 100-ді береді. Енді мынандай анықтама туады. Мысалы, әрбір разрядтық бірліктің 10-ы, мысалы 10-ы, келесі разрядтық бірліктің 1 бөлігін құрайды. Міне, 1 бөлігі 10 болды. Яғни мынаның 10-ы, яғни 10 ғой, ол келесі разрядтың 1 бөлігін құрап тұр. Көрдіңіздер ме? Мысалы, мынау 100-де солай ғой. Мысалы, 100 деп 10-ын жазатын болсақ, 100 деп. Бұлайша қысқартып жазған кезде 100-ді көбейтеміз 10 деп, бізде 1000 болады. Яғни бізде 100-дің 10-ын жазсам, ол 1000-ді береді. Көбейтінді түрінде жаздым, бұлай ашып жазбадым да, ары қарай. Енді мына жерден мына разрядтық бірліктердің 10-ы, міне 10-ы бізде 100 ғой. Келесі разрядтық бірліктің 1 бөлігін құрайды, міне. Мынаның бәрі 10-ы 100 болды ма, ол келесінің 1 бөлігін құрап тұр. Мынаның 10-ы 1000 болды ма, ол келесінің 1-ші бөлігін құрайды. Яғни бізде бұның 10-ға көбейтетін болсақ, 10 болады ғой ары қарай. Мына жақта 1 бөлігін табады да, 1 бөлігі шығады, міне. Жалпы сіздерге түсінікті болды ма? Бұл жерде мен айтайын дегенім, әрбір разрядтық бірлік келесі разрядтық бірліктен 10 есе айырмашылық бар. Яғни мынаны 10-ға көбейтсек 10, 10-ға көбейтсек 100, 10-ға көбейтсек 1000, 10-ға, яғни разрядтық бірліктер 10 есе артып отырады. Бұл деген ондық санау жүйесі деп аталады. Міне, ондық санау жүйесі. Ондық санау жүйесінде натурал сандарды жазғанда цифрдың мәні оның тұрған орнына, яғни позициясына байланысты болады. Позиция деген латынның сөзі тұрған орны дегенді білдіреді. Мысал ретінде мен бір санды алайын.
748, 981, 863 деген сандардағы мына 8-дің тұрған орнына қарай ондық санау жүйесіндегі атауы әрқалай болады. Мысалы, мына 748-де соңында тұр, яғни соңынан біз солға қарай атын айтамыз ғой. Мысалы, соңындағы сан ол бірлік, яғни бұл жерде 8 бірлік бар. Енді келесі тұрған 8-іміз екінші тұрған. Ол бізде ондық, 8 ондық бар. Үшінші тұрған 8, бірінші, екінші, үшінші тұр ғой. Сондықтан ол жүздік болады. Яғни бізде ондық санау жүйесінде натурал сандар өзінің тұрған натурал сандардың құрамдағы цифрлары өзінің тұрған орнына, яғни позициясына байланысты болады. Жалпы біздің бүгінгі сабағымыз осы. Сау болыңыздар.